Елімізде былтырдан бері Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін және банкроттықты қалпына келтіру туралы заң қолданысқа енген. Қазақстандықтардың қарызын реттеуге бағытталған бұл заң 3 рәсімді қарастырады. Соттан тыс банкроттық рәсімі, соттық банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру процесі. Ендеше бұл заңды мүмкіндіктерді ел азаматтары қалай қолданып жатыр? Бүгінгі сұхбатымыз осы тақырыпқа арналады. Армысыздар, студияда Бақыт Оптаева. Ендеше қонағымызбен таныстырайық өтейін. Бүгін бізде қонаққа келген Балғын Қанділда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасы басшысының орынбасары. Балғын ханым, студиямызға қош келіпсіз. Сәлеметсіз бе? Енді жаңа заңның күшіне енгеніне 1 жылдан асты. Жаңа 3 рәсім енгізілген туралы айтылды. Ендеше 1 жылды қорытындылап өтсек. Осы әр рәсім бойынша қанша азамат жүгініп үлгерді? Мынау ел аузында азаматтардың банкроттығы туралы заң деп аталатын заңмен өзіңіз атап өткендей 3 рәсім ұсынылған. Осы 3 рәсімнің ең көпшілік ортасында сұранысқа ие рәсім ол соттан тыс банкроттық рәсімі. Бұл рәсімнің жеңіл өтінішті бұл рәсімге берудің процесінің жеңілдігіне байланысты халық арасында үлкен сұранысқа ие бұл рәсім. Осы заң қолданысқа енгізілгеннен бері, яғни 2023 жылдың 3 наурызынан бері бүгінгі күнге дейін рәсімді қолдануға 104 мыңнан астам азамат өтініш берген болатын. Егер салыстыра кетсек, енді сот арқылы банкроттық рәсімін қолдануға 2,5 мыңдай өтініш түсті. Ал мынау төлем қабілеттігін қалпына келтіру рәсімін қолдануға 4 азаматтан өтініш түсіп, сол 4 азамат бүгінгі күнде сол рәсімді қолдану үстінде. Енді осы 3 рәсімнің айырмашылығы, соттан тыс банкроттық рәсімі мемлекеттік кірістер органдарымен қолданылады. Бұл жеке тұлға тарапынан ешқандай шығындарды көздемейді. Және де осыған өтініш беру процесі өте жеңіл болып табылады. Яғни бұл мемлекеттік қызмет көрсету түрі болғандықтан егов порталы арқылы өзінің электрондық кілтін қолданып өтінішті береді. Ол өтініш беру кезінде өзінің кредиторларын және қарыз сомасын көрсетеді. Басқа ешқандай жеке тұлға жағынан ешқандай қосымша құжаттар, қосымша шығындар көзделмеген. Артық қағаз бастылығы жоқ бұл жерде? Артық қағаздарды, артық бюрократиялық ешқандай нелер қарастырылмаған. Бірақ соның өзінде мынау 2024 жылдың 19 маусымында осы заңға түзетулер көзделді. Осы түзетулер аясында біз осы соттан тыс банкроттық рәсімін қолданушылар шеңберін кеңейткіміз келді. Сол себепті егерде бүгінгі күнде соттан тыс банкроттық рәсімін банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлық агенттіктер алдындағы міндеттемелер бойынша қолдану мүмкіндігі қарастырылған болса, енді мынау түзетулер күшіне енгеннен кейін осындай банктік шарттар, микрокредит беру шарттары бойынша талап ету құқығы бар барлық ұйымдар алдындағы міндеттемелер бойынша осы рәсімді қолдану мүмкіндігі туындайды. Яғни, егер жаңағы қарыз беруші өткенде микроқаржы ұйымы болып, бүгінгі күнде ондай ұйым болып табылмаған күнде де мұндай ұйымдардың алдындағы міндеттемелер бойынша осы соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану мүмкіндігі туындайды. Бұл түзету жайдан жай туындаған жоқ. Сол сұрайын деп едім, не түрткі болды? Бұл көптеген осы еліміздің азаматтарының өтініштері осыған түрткі болды. Себебі олар жаңағындай рәсімді қолдана алмайды да, және осы мемлекеттік органдарға арыздарын жазады. Мысалы, мен кезінде қарыз алған бетте бұл жаңағындай ұйымның сондай қызметті жүзеге асыруға құқығы болды, бүгінгі күнде құқығы жоқ. Сол себепті неге мен де басқалар сияқты жаңағындай осы соттан тыс рәсімін қолдана алмаймын деп.
Сондықтан осы енді әрине еліміздің азаматтарын естуге, тыңдауға тырысамыз. Сол себепті осындай мынау заңға түзетулер енгізілген болып тұр. Және де тағы да бір айта кететін жаңалық, ол осы соттан тыс банкроттық рәсімін беру, өтініш беру процесі өте жеңілдетіп қой. Біз оны одан сайын жеңілдете түстік. Ендігі кезде жеке тұлға бұл рәсімді қолданғысы келсе, егов порталында тек қана қолданғым келеді деп өтініш береді, соған қол қоя салады. Яғни онда кредиторды немесе қарыз сомасын және басқа да ешқандай деректерді көрсетіп керек емес. Керек деректерді уәкілетті орган кредиттік бюролардан алатын болады. Тамаша. Енді бұл енді ғана қарастырылып ұсынылып отырған дүние ғой? Жоқ, бұл 2024 жылы 19 маусымда бұл түзетулерге қол қойылды. Бұл түзетулер осы 25 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін болады. Енді Балғын ханым, сөз басында 104 мың азаматтан жалпы бірінші рәсім соттан тыс банкроттыққа дейін рәсімін 104 мың азамат өтініш білдірген екен. Оның ішінде қаншасы қанағаттандырылды? Енді 20 мыңнан астамы қанағаттандырылды. Бүгінгі күнде 15 мыңға жуық азамат банкрот деп танылды, яғни рәсім аяқталып, ол кісілердің қарыздары есептен шығарылуы тиіс. Ал 6600-ден астам адам қазір сол рәсімді қолдану үстінде. Қолдану үстінде деген нені білдіреді? Ол мысалы, егер азамат соттан тыс банкроттық рәсімін қолданайыншы деп өтініш береді ғой, сол кезде 15 жұмыс күн ішінде ол кісіге жауап беріледі. Я сізге қолдануға болады, немесе қолдануға болмайды деп. Егер қолдануға болатын болса, әр таман 6 ай бойы осы рәсім жүргізіліп жатады. Сол рәсім қолданылып жүргізіліп жатқан азаматтардың саны 6600-ден асып тұр. Олардың енді қарызды қашан есептен шығарылады деген сұрақ туындайды. Осы өтініш бергеннен кейін, 6 ай өткеннен кейін, ол кісілердің қарызы есептен шығарылуға жатады. Осындай өтінішті берер алдында әр азамат нені қаперде ұстауы тиіс? Енді жаңағы 104 мың азамат берді дейміз, олардың 20 мыңнан сәл асқан саны өтініштер қанағаттандырылды дейміз. Бұл жерде енді бас тарту, бұл рәсімді қолданудан бас тарту көп болып тұр енді. Оның ең негізгі себептерінің бірі жаңағы азаматтарымыз алдын ала өздерінің қарыздары бойынша дұрыс мәліметке ие емес. Яғни енді бірінші кезекте бұл рәсімге өтініш берер алдында өзіңіздің кредиттік тарихыңызды бір шолып өтсе, бір тексеріп өтсе, яғни бұл рәсімді қолдануға ең басты талаптың бірі ол 12 ай бойы қарызыңыз бойынша өтеудің болмауы. Кейбір азаматтар беріп жатады, 11 ай болыпты, кейбір азаматтарды 6 айға болған өтем болмағанына. Сол осы дерекке көз жеткісе дейміз. Яғни жаңағындай егов порталы дейміз, егов порталында өзіңіздің кредиттік тарихыңызды тексеруге мүмкіншілік бар ғой. Сол бойынша бірінші мен бүкіл кредиттік бюроларда барлық қарызым көрсетілген бе? Олар бойынша өтем болмаған мерзімі дұрыс көрсетілген бе? Соған алдын ала көз жеткізсе дейміз. Қалай көз жеткізуге болады? Ол егофта тиісті мемлекеттік қызмет бар. Егер қателеспесем, бұл қызмет жылына жарты жылда бір рет тегін көрсетіледі. Яғни өзінің кредиттік тарихын білуге сұраныс жібереді. Оны 15 минут ішінде тиісті жауап келеді. Сол жерден қарап ақпаратты көз жеткізсе дейміз. Бұл да бір цифрландырудың жемісі нәтижесі дейсіз ғой. Ендеше халық арасында төлемде қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдануға қызығушылық аз екен.
Сөз басында өзіңіз айтып қалдыңыз, иә? Барлығы 4 азамат қана қолданды. Неге олай? Енді негізі төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі ол өзін банкрот деп танығысы келмейтін азаматтарға арналған болатын. Ол өзі осы дүниежүзілік практикада да солай. Бірақ дегенмен бұл енді осы жаңа заң болды ғой, жаңа институт болды. Сондықтан енгізіліп жатқан бетте бұл рәсімді қолдануға да негіздерді жаңағы сот арқылы банкроттық рәсімін қолдануға негіз қандай, сондай қылып бірдей қылып енгізген болатынбыз. Әрине бұл жаңағы осы рәсімді қолдануға сұраныстың төменділігіне әкелді. Сол себепті негізі банкроттық деген басқа, төлемге қабілеттілігін қалпына келтіру деген басқа деген жаңағы ұғымды ел ішінде түсіндіру үшін және де бұл рәсімді қолдану негіздерін жеңілдету үшін қазір жаңағындай түзетулермен осы рәсімді қолдануға 12 ай бойы өтем болмау керек деген талапты алып тастадық. Яғни мысалы егер де азамат осы айда төлемді төлей алмаса, бірден осы рәсімді қолдануға өтініш беруіне болады. Бұл түзетуде 25 тамыздан бастап күшіне енетін болады. Сондықтан бұл енді өзімізше үлкен жеңістігіміз деп ойлаймыз, үлкен жаңағындай мүмкіншілік деп ойлаймыз. Сондықтан 12 ай бойы қарыз ауыртпалық астында жүрмей, жаңағындай өзінің қаржылық жағдайын біледі ғой азамат. Сондықтан міне бір ай төлей алмадым, келесі айда да қиыншылық туындауы мүмкін деп осы рәсімді банкроттықтың алдын алу үшін осы рәсімді қолдануына болатын болады. Жаңаға өтініш берген 4 азамат толық қанағаттандырылды ма? Енді ол әрине ол рәсім сотпен қолданылады. Бүгінгі күнде олардың өздерінің талаптары бұл рәсім аясында қанағаттандырылып отыр, себебі оларға қатысты бұл рәсім қолданылды. Енді рәсім қолданғанда бұл рәсім аясында 5 жылға дейін жаңағы бар қарыздары бойынша 5 жылға дейін бөліп төлеу немесе кейінге қалдыру сияқты жаңағы құралдары бар ғой, сол құралдарды қолдануға оларға мүмкіншілік берілді. Бұлай қарағанда тамаша жаңалық сияқты, иә, осындай банкроттыққа рәсімдеудің жолдары оңтайланып, жеңілдеген сияқты, бірақ оның күлегейлі тұсы да бар ғой. Қарызды кешірген дей сияқты, оны біраз жеңілдеткен дей сияқты болды, бірақ енді оның ажақ тұсында айтып кетсеңіз, ол неге алып келуі мүмкін? Жалпы өтініш бергенде азаматтар нені ескеру керек? Ол қандай тәуекелде баруы мүмкін? Немесе алдағы уақытта қандай бір кесірін кедергісін келтіріп қалуы мүмкін? Енді біріншіден әрине ел арасында дұрыс түсінік болу керек. Банкроттық деген не деген сияқты. Банкроттықты мынау бүгін мысалы мен қарызбын, бірақ қарызды уақытша болады, уақытша қиыншылықтар туындап тұр. Мысалы көршімді төлемепті, мен де төлемей салайын деген сияқты кредиттік амнистия ретінде немесе мынау заңмен беріліп тұрған мүмкіндік екен, қолданып қала салайыншы деген сияқты ой пікір болмаса екен дейміз. Себебі банкроттық дегеніміз бұл жаңағындай адамның қаржылық жағдайы. Бұл мысалы бір қаржылық статусы дейді ғой. Және де мынау қаржылық қиыншылықтар туындағандағы бұл ең соңғы қадам болып қолданылуы тиіс. Себебі банкроттық мысалы жаңағындай борышкер өзінің қарызынан құтылады, бірақ бұл жаңағы кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орындау деп те қарауға болады, бір жағынан. Мысалы, көп экономистердің айтуы бойынша, егер де барлық азаматтар жаңағы өзінің міндеттемелерін орындамай, өзін банкрот деп тануға барлығы жүгіне берсе, бұл жаңағы қаржылық институттың құлдырауына әкеліп соғуы мүмкін. Бұл экономистердің енді мысалы айтып жатқан ой пікірі, және де бұл ой пікірдің де жаңағындай астары негізі бар.
және де болашақта енді барлығы өзін банкрот деп тани берсе, онда жағы кредит беретін ұйымдар не кредит бермей қалуы мүмкін, немесе жаңа пайыздарын өсіру мүмкін. Бұл әртүрлі жаңағыдай экономикалық жағдайларға әкелуі мүмкін. Ал енді азаматтардың өзіне келетін болсақ, жағындай өтініш берер алдында тағы да бір ойлану керек, себебі 5 жылда ешқандай қарыз, ешқандай кредит ала алмайсыз. Бұл ешқандай кредит дегеннің ішінде ипотекалық кредит те бар, яғни 5 жылға дейін мысалы үй алам десеңіз, сондай мүмкіншіліктен айырылып қалу мүмкін. Және де мысалы жақындарымыз, туғандарымыз үй алам деп жатса, сол кісілерге жаңағындай гарант, кепіл бола алмайды. Кепіл бола алмайсыз, гарант бола алмайсыз дейді ғой. Сондай сияқты жаңағындай банкроттыққа жүгінген азаматтарға арналған шектеулер бар. Негізі бүгінгі күнде енді атап өткен жөн, бізде біраз азаматтарымыз бар. Банкроттық рәсімін қолданып алды, бірақ енді бізге жүгініп жатыр. Мысалы, осы үй рәсімдейін деп едім, жағындай мен банкрот деп танылған болатынмын, сол сияқты шектеу тұр екен. Енді сол жағындай сол алдындағы шешімді қайтып алсам бола ма деген сияқты. Қайтып алсам деген сияқты бар. Бұл енді заңмен көзделген шектеу ғой, бірақ сонымен қатар жаңағы қаржы ұйымдарының, банктердің, микроқаржы ұйымдарының өзінің тағы ішкі саясаты болады. Мысалы, енді өзім бір рет банкрот деп таныған адамға сенім білдірмеуі мүмкін. Сол сияқты жаңағы маған неге қарыз бермейсің деп олармен тағы дауласа да алмайды, мысалы азаматтар. Сол сияқты енді банкроттыққа берер алдында дұрыстап, өлшеп, пішіп алу керек сияқты. 7 рет пішіп, бір рет кесу кесу керек сияқты. Балғын ханым, осындай тұшымды, мазмұнды сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Меніңше көрерменге өте мазмұнды, қызықты, әлі пайдалы ақпарат болды деп санаймын өз басым. Студиямызға келгеніңізде көптен көп рахмет. Біз осы жерден сұхбатымызды түйіндейміз. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.